Қайырлы кеш, құрметті Максимум мектебі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін бізде арнамызда жаңа подкаст. Бүгін біз подкастымызды кішкене ерекше форматта жасайын деп отырмыз. Ортаға бүгінгі қойылатын тақырыптың шеңберінде ойларымызды білдіріп, жалпы пікір айту ретінде жүзеге асырылады. Бүгінгі тақырыпты айта кететін болсақ, жалпы тақырыптың ерекшелігі бұл жекеменшік мектептер арасында жүзеге асыруға болатын белгілі бір концепцияны талқылаймыз. Және бүгінгі концепция ретінде біз жапон концепциясын алып отырмыз. Немесе қазақ-жапон концепциясы деп айтсақ болады. Осы кезде айта кететін нәрсе, мен енді өзім жекеменшік мектепте басшылықта жүрген кезде осы концепция шеңберінде бір жылға жуық жұмыс жасаған болатынбыз. Соның кейбір қорытындыларын сол жерде түйген ойларымызды жалпы бөлісетін боламыз. Сондықтан бұл подкастымыз көрермендерге өте пайдалы, ақпараты мол подкаст болады деген сенімдеміз. Дайынсыздар ма, әріптестер? Да, бастайық. Жалпы кішкене сторителлинг жасайық. 2018 жылы белгілі әнші Қайрат Нұртас Жапонияға барған екен. Сөйтіп Жапонияда ол кезде енді Инстаграм әрине қазіргідей қатты дамымаған, бірақ өз кезегінде Инстаграм танымал болды ғой. Сөйтіп сторизға. Мен неге барған білем айтпақшы. Не нәрсеге? Сырымбектау деген кәсіпкер бар. Сантайрс Йокохама деген орталық Азиядағы брендтің егесі. Сол пиар жасау үшін барған болу керек. Өйткені мен сол кезде мен Сырымбектің фанаттығым көріп жүретінмін. Қайрат Нұртас апарған. Керемет. Не үшін барған мен нақты білмеймін, бірақ дегенмен мен өзім де сол кезде әлі есімде, ол шамамен 6 жыл бұрын, 6-7 жыл бұрын. Сол жерде енді әзіл форматындағы видео, ол айтады: мен Жапониядан қоңыраттарды тауып алдым дейді. Сөйтіп кәдімгі неге постқа салады. Сөйтіп кішігірім кәдімгі Қазақстанда кішігірім резонанс туындайды. Сайттар басып па? Әртүрлі ойлар пайда болады. Біреулер айтады: бәрі де мүмкін, біздің аталарымыз кезінде Жапонияға дейін барған деген секілді. Немесе біреулер шығады: ол қайықтағы қоңыраттар, немесе қазақтар Жапонияға жеті қайнаса сорпасы қосылмайды деген сияқты. Әркім әртүрлі ой айтып жатыр. Бірақ мен айтайын дегенім бұл емес. Айтайын дегенім, бұл мен датасында тауып алдым да, іздеп интернеттен. 18 қаңтар күні шыққан екен, 2018 жылы. И содан 5 күн өткеннен кейін, 23 қаңтар күні жаңа бір мақала шығады. Және бұл мақала кәдімгі өте серьезный мақала шығады. Кәдімгі ғылымға негізделген. Журналист Жақсылық Сабитов деген мықты бір ғылымға жақын журналист деп айтсақ болады. Және бұл мақаланы жазу үшін сол кездегі Назарбаев университетінде біраз зерттеулер жасалған, соның нәтижелерін көрсетеді. Мақаланың біз YouTube-та сілтемесін қалдырсақ болады ғой, көрермендер оқыса болады. Ол мақала әлі күнге дейін ашық тұр. 300 мыңға жуық қаралым қараған. Енді бұндай үлкен мақала үшін 300 мыңды қаралым, ол негізінде өте, менің ойымша, көп деп есептеймін. Енді жалпы мақаланың аты «Казахи японцы қос нүкте анализ родства» деп аталады. И мен мақаланы ашып оқып шықтым. Прям өте күрделі. Енді оны бір мықты биотехнолог немесе мықты биологияны меңгерген, сонда генный инженерияны түсінетін адам болмаса, түсіну прям қиын. Бірақ сонда да оқып шықтым. Әртүрлі галогруппаларды салыстырады, әртүрлі проценттермен салыстырады, генетикаға кіреді. Бірақ маңыздысы сол емес, маңыздысы бізге қорытындысы ғой. И бұл мақаланың ерекшелігі, бұл тура сол Қайрат Нұртастың бағанағы айтып атқан видеода әзілдеп айтқан нәрсесіне қатысты жазылған мақала. Мен сол үшін айтып отырмын да. И ең соңында қорытындыда мынандай бір мәтін бар. Так что в шутке Кайрата Нуртаса о том, в Токио есть Конраты, есть доля правды. И жақшаның ішінде есть японцы, генетически близкие по прямой мужской линии к казахским Конратам. Бірақ соңында, хотя вымысел креатива и бреда в хорошем смысле слова в ней на порядок больше деп аяқтайды мақаланы. И осыдан былайша айтқан кезде, ары қарай жүрген кезде, шынымен де бізде
қазақтар мен жапондықтардың арасында ұқсастық бар ма деген бір сұрақ пайда болады да, и осы сұрақты біз зерттей бастадық. Енді кішкене біз тарихқа баратын болсақ, мынау жапондықтарға қатысты ең алғашқы пікірлер бұл алаш зиялылықтардың кезінде пайда болған. Оған дейінгі кезеңде ондай пікірлер пайда болмаған. Мен қазір соның бір екеуін осы жерде айтқым келіп, сіздердің пікірлеріңізді білгім келіп жатыр да. Жалпы ең алғашқы алаш зиялылықтары жапондықтармен жапон-орыс соғысында айта бастаған екен. Нақтырақ айтсақ, алаш партиясының төрағасы, бәріміз құрметтейтін Алихан Бөкейханов атамыздың 1904 жылы Казахи, яғни қазақшасы сол кездегі қазақ журналына берген мынандай бір мақаласында мындай сөздер бар. Жалпы мақала басталады: началась русско-японская война, телеграммы приносили вести о непрерывных японских победах деп басталады. И сол ішінде бір мынандай бір кішкентай бір текст бар да, соған мән беруге болады. Японцы — это те мусульмане, с которыми казахи соединены родственной национальной связью. То есть мән беруге болады да, ол енді Алихан Бөкейханов атамыз айтса, егер шынымен осындай нәрсе жазған болса, ол бекерден бекер болмайды ғой. Одан ары қарай зерттей бастаған кезде Халел Досмұхамедов деген атамыз бар. Егер көрермендер білетін болса, бұл алаш зиялысы негізінен сол медицина, биология жағында көп зерттеулер жасаған. Соның бір мынандай цитатасын айта кетуге болады. Былай басталады: когда подумаешь, что кроме тебя десятки или даже сотни казахов получают высшее образование, то приходишь ко всяческим мыслям, что и этот народ способен к труду, к прогрессу, что и он может быть когда-нибудь занимать в мировом господстве одно из почетных мест, что и он может сделать второй Японией дейді. Именно қазақтар деп отыр. И бұл мақаласын, бұл хат екен, оны сол кездегі ветеринарный институттың бір студентіне жазған хатында осындай сөздер кездеседі екен. Енді біз тек қана алаш зиялыларын ғана зерттеген жоқпыз, сонымен қатар жапондық зиялылар да қазақтар жайлы айтқан ба деген сұрақтарды да көрдік та. И сонда Томохико Уяма деген мықты зиялысы бар екен, сол кезеңдерде өмір сүрген. И соның бір мақаласында мынандай сөздер кездеседі: два молодых казахских интеллигента написали статьи о Японии, дейді. Первый из них Султан Махмуд Торайгурул, дейді. Что состояние японцев в 1860-х годах было не лучше казахов, но они быстро догнали европейцев, поэтому казахи тоже, если сплотятся, смогут догнать европейцев в течение 20-30 лет. Жаңағы екі зиялы жазған дейді, соның біреу Султан Махмуд Торайгурул, екіншісі Мұхтар Әуезов деп көрсетеді. Соған қарағанда алаш зиялылары бұл кезеңдерде жапондықтармен тығыз байланыста болған, и ол да бекер емес деген түсінікке келдік. Енді осы жерде зерттеудің ары қарай кішкене көре берсін кезде Қазақ ТВ деген канал бар екен. Сол каналдың тоже сілтемесін қалдырып кетсек болады деп есептеймін ютубта. Имеют ли казахи и японцы общие корни деген тақырыпта үлкен сондай бір ресми документальный фильм бар. И сол жерде жалпы Жапонияға барып қазақтар мен жапондықтардың ұқсастықтарын көрсететін өте көптеген жақтарын көрсетеді. Енді мен солардың тек бір-екеулерін ғана айтайын, сіздер өздеріңіз ойларыңызды айтсаңыздар. Мысалы, ең қарапайым деп алайықшы, рәміздер. Қазақстанның жалауы мен Жапонияның жалауын қарайтын болсақ, екеуінің де ортасында күннің суреті бейнеленген. Енді бұл жерде біз қазір бертін келе айтып жүрміз, Жапонияның жалауында күннің тұру себебі олардың күншығыс мемлекеті болғандықтан деп. Бірақ шын мәнінде келген кезде жапондықтар олай есептемейді. Себебі ол жер домалақ қой бізде. Мысалы білесіздер, Австралия өздерін вообще жердің центрі деп есептейді. Сол сияқты олардан да қараған кезде біз шығыс мемлекет деп есептемейді. Өйткені үйтіп айтатын болсақ, Америкада күншығыс мемлекеті бола алады да негізінде. Сонда мен сұрадым, сол зерттеу барысында біз көп жапондықтармен жұмыс жасадық қой. Мен сұрадым, не себептен? И олардың тарихы тереңге кетеді. Сонау жалаудың өз историясы бар ғой. Біздікі мысалы 91 жылы пайда болған болса жалауымыз,
олардікі сонау бірнеше жүздеген жылдар бұрын кеткен, и барлық кезде оларда күннің суреті болған ортасында, әртүрлі формада. Бірақ енді ол кезеңде олар өзінің күншығыс мемлекет екенін білген жоқ қой, дұрыс па? И сонда не деген кезде олар күн қою себебі өздерінің бұрынғы историясында, тарихында күнге немесе отқа табынғандықтарынан деп есептейді. Енді оны біз қазір түсініп жатырмыз. Қазақ жерінде де кезінде отқа табыну немесе тенгрианство деген ұғым болған. Сол кезде бір қандай да бір ойлар келеді да, ол яғни кездейсоқтық па әлде қалай деген сияқты. Немесе тағы бір ұқсастықтарын айтатын болсақ, мысалы музыкалық аспаптар. Біз зерттеп көрдік жапондықтардың өте көне музыкалық аспаптарын. Мен сіздерге бір аспабын көрсетем, кото деп аталады. Егер мен оны сізге көрсетсем, сіз оны бірден қарап-ақ мынау жетіген деген аспап деп айтасыз. Себебі екеуінің сыртқы визуалды ұқсастығы өте жоғары. Екеуінің енді ноталары бойынша да, сыртқы құрылымы бойынша да екеуі бір-біріне өте ұқсас. И кото оларда өте көне аспап есептеледі. Жетіген де негізі жетігеннің тарихы домбырадан бұрын екен негізінде. Сонда тағы да бір ой қалып келеді да, сонда бәлкім қаншама жылдар бұрын, бәлкім бір жерлерде нақтырақ айтқан кезде, мысалы Алтай тауының ар жақ бер жағында өмір сүрген болуы мүмкін деген. Себебі кейбір деректерде жапондықтар именно Алтай тауынан көшіп барған деген ақпараттар да бар да. Немесе тағы бір ұқсастық, енді бұл музыкалық аспап, жалау, енді бұл бер жағындағы нәрсе ғой. Мысалы бала тәрбиесіне қатысты айтсақ, осы жері бізге білім саласына көбірек ұқсасты. Бала тәрбиесінде зерттеген кезде бізде қазақта жалпы бала тәрбиесінде бір өзгертілмейтін бір конституциялар бар. Енді оны бер қарай келе қазақтар енді көбінесе біз кішкене қиындау қылып айтамыз да. Мысалы енді бәлкім ерсі естілуі мүмкін. Мысалы әке шешең жынды болса байлап бақ, немесе бала белде қатын жолда деген сияқты бір сөздер бар да. Бірақ ол қанша ерсі естілгенмен, ол біздің бала тәрбиесіндегі кейбір конституциялардың қалыптасқанын көрсетеді. Мысалы бана бірінші айтқанымыз, бала белде қатын жолда, бұл жерде больше қоғамның мәселелерін жоғарырақ қой. Оны Абай атамыз кезеді, адамның баласы болма, атаның баласы болма, адамның баласы бол. Немесе мысалы жаңа айтқан әке шешең жынды болса байлап бақ. Бұл жерде де айтқысы жатқан нәрсе, ол әке шешеге деген құрмет болу керек. Олардың дәл қазіргі жағдайы, денсаулық жағдайы, физикалық жағдайы, немесе интеллектуалдық жағдайы, материалдық жағдайына қарамаймыз. Егер ол әке шеше болса, біз оларды құрметтейміз деген секілді осындай бір тәрбиелердің конституциясы жапондықтарда да бар да осы нәрсе. Именно бала тәрбиесіне келген кезде ұлды бәрібір қыз балаға қараған кезде кішкене бір саты жоғары қоюы деген сияқты сондай бір өте ұқсастықтар бар. Немесе ұлттық құндылықтарында. Ұлттық құндылықтар деген кезде мысалы бізде ақылдасу деген нәрсе бар. Біз қазір келе көріп жүрміз, бір қандай да бір отбасылық іс-шара болған кезде жалпы үйдің үлкендері жиналып, сол нәрсені ақылдасып, бір дөңгелек стол үстінде отырып ақылдасуы тура осы үрдіс жапондықтарда бар. Деген секілді осындай өте ұқсас. Мысалы, тілдік ұқсастықтарында зерттеп көрдік. Мысалы, отағасы деген сөз бар қазақта. Жапон тілінде ол отосан деп айтылады. То есть дыбысталуы бір-біріне өте жақын. Немесе мысалы қатты деген сөз қазақтағы, оларда катай. Бар деген ару, неге нәзе, үлкен оки деген сияқты бір дыбысталуында да ұқсастықтар бар. Және тек қана дыбысталуында емес, сөз таптауында. Мысалы бізде бастауыш басында келеді, сосын анықтауыш, пысықтауыш, сосын баяндауыш келеді деген секілді. Оларды да жапон тілін үйренген кезде сен иероглифтерді үйреніп алсаң, саған сөз таптауды жасау қиын емес. Өйткені ағылшын тілінде біз осыдан қиналамыз ғой. Біз ойланған кезде де бірінші қазақша ойланамыз да, оны ағылшын тілінде керісінше ғой. Сол керісінше аудару бізге қиынырақ болады. Сол секілді жапон тілін үйреніп жүрген немесе үйретіп жүрген
ұстаздар осы нәрсені түсіндірді. Жапон тілін үйрену қиын емес, себебі жалпы сөз тақтаулары, грамматикалық байланыстар бар. иә, синтаксис, лексикалары бір-біріне келеді деген секілді. Мысалы сұрақта осы сіз айтып отырсыз ғой, енді жапон тілінде барлығы бір тілде сөйлей ма, әлде диалектілер бар ма ол жерде? Жапондықтарда диалект жоқ, ол жақта жалпы халық өзі сол мемлекетте 90%-дан жоғары бір ұлт болғаннан кейін, одан кейін жерлері енді салыстырмалы түрде өте кішкентай болғаннан кейін, одан кейін ол ұлт былайша айтқан кезде тарихы өте терең болғаннан кейін диалектикалық проблемалар жоқ. Өйткені бізде қазақтарда анау шығыс пен батыстың өзінің арасын қаншама күндерде шауып өтеді ғой. Ол жақта ол мәселе болмаған да, сол себептен диалектикалық мәселе негізі диалектикалық мәселе бұл географиялық жағдайға байланысты ғой, жалпы. Олар бір аралдың топтасып өмір сүргеннен кейін климатқа байланысты, арақашықтыққа байланысты. Бізде енді үлкен батыс, шығыс, оңтүстік және қанша километр бар арасында сөздердің өзгеруінде көп нәрсе бар. Жапондарда көп болмауының себебі де сол шығар, бір жерге топтасқаннан кейін. Иә. И сонымен біз осы зерттеулерді жасап болғаннан кейін, осы Шымкент қаласында белгілі бір мектепке, атын айтуға бола ма? Жарнама. Шымкент қаласында Абадан деген белгілі мектепте осы бір концепцияны енгізу жоспарланды. Шамамен бір жылға жуық осы концепцияны енгізу жұмыстары жасалды. Мақсат жалпы біріншіден бұл құндылықтар қарсы болған жоқ. Біз түсіндік қой ол нәрсені зерттеген кезде, құндылықтар қарсы болған жоқ. Жаман нәрсе үйретілген жоқ. Жапония бұл экономикалық жағынан да алғашқы топ 5-ке кіретін мемлекет. Неге ол жақтан да жақсы нәрселерді алмасқа және біздің халыққа жақсы бір концепция ұсынбасқа деген сондай ниет болды. Шымкент қаласында үлкен ағамыздың бастауымен осы концепцияны енгізейік деген ұсынысымен бастап кеткен болатынбыз. Енді осы концепцияны енгізу барысында біз Жапониядан көптеген ғалымдарды, ұстаздарды, магистранттарды, студенттерді, тәжірибе алмасуға мұғалімдерді шақырып мектебімізге жалпы алып келдік. Енді оларды алып келу үшін біз мектепте оқушыларды да дайындау керек болды. Енді осы жерде өте қызық нәрселерді көрдік та біз. Солардың бірі Жапониядан бізден екі қыз келді. Негізі магистратурада оқитын қыздар. Олар қазақ дәстүрін, қазақ мәдениетін зерттеп жүрген қыздар. И олардың бағдарламаларында Қазақстанға келіп, бізде де бар ғой осы шетелге барып тәжірибе алмасу деген бір 6 айға 3 айға. И бұл қыз небәрі 4 айдың ішінде, қазақ жеріне келгеннен кейін 4 айдың ішінде қазақ тілін өте жақсы меңгеріп алады. Одан кейін қазақтың аспаптарында өте еркін ойнайды. Біз осындағы Шымкенттегі кейбір ұлттық мектептерге алып барып көрсеттік. И ана жерде домбыраны ойнаған кезде ұяласың. Себебі домбыраны ондай деңгейде біз ойнай алмаймыз. Мен ана үлкен аудиторияларда осы семинар, тренингтер осы бойынша жасаған кезде мен сұраймын да, осы арамызда отырған қанша адам домбыра ойнай алады? Қолдарыңыз көтерейікші деген кезде кішкене ұялып қалатын жағдайлар болады да. Ал Жапониядан келген қыз, біз енді не үшін ойламайсың десе, әртүрлі слово айтамыз, уақыт жоқ, оны үйрену қиын бірдеңе. 4 айдың ішінде профессионалды түрде өте қиын күйлерді, оның ішінде Адай деген сияқты күйлерді өте керемет баяндап берген кезде біз қатты ұялдық. Одан қала берді қазақтың былайша айтқан кезде көне әндері, оларды шырқап берген кезде, қазақтың кейбір билерін билеп берген кезде біз кәдімгі таң қалдық. Және ол қыздардың сырттай кейпіне қараған кезде бір жапонның қыздар деп айтпайсың да, кәдімгі қазақтың қыздары секілді. Сондай бір осы өте тез үйреніп кете алатын да бір феномен ретінде қарауға болады деп айтқым келіп отыр да. Қазақтарда тілді тез үйренеді, соған байланысты олар да тілді тез үйренетін болып тұр ғой сонда, иә? Бұл жерде былай айтқым келеді мен, оларға қазақ тілін үйреніп алу оңай болды, себебі құндылықтар қарсы болған жоқ. Неге десеңіз, біз осы істі бастамас бұрын мектебімізде жапон тілі деген бағыт аштық, яғни арнайы жапон тілін оқытады төменгі сынып балдарына. Төменгі сынып балдарына оқытқан кезде басында қорқыныш болды. Олар жаңағы орыс тілін, ағылшын тілін үйренбей жатып, ол жапон тілін қалай үйренеді екен деген. Осы жерде мен бір видеоларды берем, соны қойсаңыздар болады, неге монтаж кезінде. 3-ші сыныптың балалары жапондықтармен, жапон қыздармен жапон тілінде
бір-бірімен сайрап тұрып сөйлеген кезде бізде кәдімгі ерекше бір сезім баурады да. Қазақтар ма? Қазақ балалар, кәдімгі мектебіміздің 3-ші сынып балалары Жапонияның Қанша уақыттың ішінде? 3 айдың ішінде. Сол кезде біз түсіндік, бұл нәрсе аса бір қиынға соғатын дүние емес деген нәрсені. Одан қала берді, біз сол жапондық келген қонақтардың барлығын осындағы көне қала бар, немесе Түркістанға алып барып көрсеткен кезде, мәдениет таныстырған кезде, барлығынан почти естіген бір мағына, ол сөз, мына мәдениет бізден алыс емес дейді. Мына мәдениет бізде де бар ғой, біз как будто өзіміздің тарихымызды зерттеп жүрген сияқты сезімде отырмыз дейді да. Осындай бір сәттерді көрдік. Енді жалпы бізде мәселе бұл жапон қазақ концепциясы не береді деген мәселеде ғой. Ол үшін біз Жапониядағы мектептер қандай деген сұрақтарды зерттедік. Енді оны айтатын болсақ, ол арнайы үлкен бір тақырып. Бірақ соның ішінде кейбір бөлімдерін талқылауға болады. Мысалы, барлығына мәлім, Жапонияда тазалық апайлар болмайды. Білесіздер ғой, Жапонияда оқушылар мектепті өздері тазалайды. Естулеріңіз бар ғой ол нәрсені? Жоқ, есту бар, бірақ мен естуімде бәрібір әжетханада тазалайтын адам бар ғой жақта. Мүмкін сыныпты оқушылар өздері тазалайтын шығар. Бірақ біз осыны сұрадық. Бүкіл ғимараттың барлығын оқушылар тазаламайды ғой ол жерде. Біз осыны сұрадық. Бәріне осы сұрақта мақұл, коридорды түсінікті, сыныптарды түсінікті, мақұл, лестницалар түсінікті, әжетхана деген жерлерше немесе сырт дегенше деген кезде басым көпшілік мектептерде әжетханаға дейін оқушылар өздері тазалайды. Өте қызық болды басында, бірақ мен мына нәрсеге назарларыңызды аударғым келіп отыр да, біз ойландық та, енді бұл жерде қазір көрермендер қатты сынамақ қойсын, бұл нәрсені біз анда бір қатты бір есепке кіріп кету емес мақсат. Бірақ біздің Қазақстанда 7,5 мың мектеп бар екен. 7,5 мың мектепте орта есеппен 10 тазалықшыдан, әр мектепте 10 тазалықшыдан бар деп есептелік. Енді кейбір мектептерде 3-4, кейбірінде 4, кейбір мектептерде, үлкен мектептерде 15-20-ға дейін барады. Орташа мектептерде шамамен 10 тазалықшы апай бар деп есептелік. Сонда жалпы Қазақстан бойынша 75 мың тазалықшы апай жұмыс жасайды. Тек қана мектептерде. Балабақша, университет қосып отқан жоқпыз. Енді шамамен тазалықшы апайлардың жалақысы қандай болады? Шамамен 100 мың теңге айналасында. Біреуде 60 мың, біреуде 80, біреуде 150 мың, 200 мыңға дейін алатындар бар шығар. Жалпы орта есеппен 100 мың теңге жалақы алады делік. Сонда 75 мың тазалықшы апай 100 мың теңге алған кезде бір айда 7,5 миллиард теңге тазалықшы апайлардың еңбек ақысы екен. Ал енді білім беру мекемелерінде тазалықшы апайлар шамамен 10 ай жұмыс жасайды десек, орта есеппен, онда 75 миллиард теңге, ол доллармен айтқан кезде шамамен 170 миллион доллардай қаражат тек қана тазалықшы апайлардың еңбек ақысы. Ойландырады. Бірақ мәселе бұл жерде ол ақшаны санау емес, өйткені алса оны біреуіміздің апамыз, біреуіміздің әпкеміз, біреуіміздің анасы алып отыр ғой. Ол мәселе ол ақшасында емес. Мәселе бірақ біз осындай ақша құртсақ та балаларға артын тазалап жүру деген құндылықты енгізе алмай жатқанымызда. Мысалы, мынау Қатар мемлекетіндегі 2022 жылы әлем чемпионаты өтті футболдан. Естеріңізде бар болса, сол кезде тек қана жапондықтар ғана әлемді, ол футбол өз алдына жүріп жатыр. Бірақ жапондықтар сол футболды басқа қырынан қызықтырып жатыр да. Қандай десеңіз, сол кезде жапондықтар стадионды өздерінің арттарынан тазалап кету. Енді осы кезде кейбір пікірлер бар, кейбіреулер айтады, бұл енді бір көзбоямашылық, бәлкім бір пиар үшін мемлекеттің деген сияқты. Мен олай ойламаймын. Оларға сондай автоматты деңгейде бұл нәрсе енгізіліп кеткен, бұлар ол нәрсені сол стадионның өзінде де жүзеге асырып жатыр. Себебі бізге осы концепция енгізу барысында қонақтар келді Жапониядан. Біз оларды гостиницаға, қонақ үйге апарып алып келіп жүрген кезде, оларда дәл сол феномен. Яғни қонақ үйді кірген кезде қалай көрді, шыққан кезде дәл сондай қылып қайттан тапсыру деген нәрсе. Менің ойымша бұл керемет нәрсе.
Немесе тағы бір осыған ұқсас, Жапонияда асханалар болмайды. Жапонияда біздегідей кәдімгі асхана, арнайы балалар тамақ жеп, ондай жоқ. Барлық оқушылар тамақты біріншіден өздері алып келеді, екіншіден өздері соны мұғаліммен бірге бөлмеде отырып жейді. Сыныпта отырып, иә. Енді қайтадан бағанағы бір кішкене статистикаға қарайтын болсақ, 7,5 мың мектеп. Енді шамамен бұл жерде тағы да сол аспазшылардың немесе сол асханада жұмыс жасайтын кісілердің жалақысымен есептегенге отыр да. Шамамен мен істеген мектепте шамамен 1,5 миллион 700-дің көлемінде жалақы беріледі, иә, фонд оплаты труда. 7,5 мектепте шамамен орта есеппен осындай болатын болса, бір айда бізде 12 миллиард 750 миллион теңге кетеді екен. Ал егер 10 айға шағатын болсақ, ол нәрсені, ол 127 миллиардтың төңірегінде. Бірақ қайтадан айтақ, мәселе ақшада емес. Мәселе бұл жерде балалар не үшін бөлмеде отырып тамақ жейді деген кезде, олардың сол тамақ жеу әдебін қалыптастыруда. Өйткені ол жерде ұстаз қадағалайды. Тамақ жеген кезде жаңағыдай оң қолмен же деген сияқты өздерінің бір дәстүрлері бар ғой, мәдениеттері бар ғой. Сол мәдениеттерді үйрету үшін ата-ана арнайы былайша айтқан кезде ақша төлеуге дайын. Барлық мектебінде тән стандарттар ма? Барлық мектебінде тән стандарттар. Бұл жерде мынандай сұрақтар. Ол мектептерде бұл нәрсе қашан басталды? И ол қалай басталды? Ең ерте мектептер қай жылдар ашылған? Сол нәрселерге мән беру керек та. Жалпы ол біздің елде ол нәрсе жасалынбайды. Себебі біз қазір былайша айтқан кезде көп мектептегі уже ережелер енгізіліп қойды. Көп стандарттар енгізіліп қойды. Мүмкін бұл стандарттар 200 жыл бұрын келген кезде Қазақстанға олар енетін еді. Когда ешқандай уборщица жоқ заманда, ешқандай повар жоқ заманда, көп нәрселер жоқ заманда енгізілген кезде, мен айтайын, даже 6 жасар балаға көп ата-аналар до того уже телефондарын беріп қойғанда, оларды ала алмайды. Потому что олар уже сол балаға 1,5 жасынан бастап телефон сатқызып қойды. Олар 6 жасында ала алмайды. Шамасы жетпейді. Осы жерде қалай ойлайсыз? Меніңше Жапония бұл ұлттық өздерінің кодтарына өзгеріс енгізген жоқ. Олар 500 жыл бұрын қалай ойланды, сол құндылықтарды сақтады, сол құндылықтарға заманауи талаптарды кигізе салды, былайша айтқан кезде. Эволюция болды ол жақта. Ол мемлекет бірінші империя болды, дұрыс па? Оны ешкім жаулап алған жоқ ол мемлекетті. Сол үшін ол империя болғаннан кейін ол наоборот өзінің құндылықтарын басқа мемлекеттерге енгізуге тырысты да. Ол мемлекетке басқа елдер келіп өзінің идеологиясын енгізген жоқ. Ол мемлекет сырттан мынандай неше түрлі жаңалықтарды кіргізген жоқ. Ол өзі дамып келе жатты да, басқа мықты мемлекеттегі жақсы нәрселерді алып енгізді. Но в целом өзінің концепциясында олар қала берді. Ал біздің Қазақстан болса, бірде жоқ болады, бірде бар болады. Әртүрлі отарларға ұшырады. Отарланып тұрады ғой бұл жерде. Бұл өте маңызды мәселе. Сіздің өзіңіздің сұрағыңыз осы жауап осы да негізінде. Қай кезден басталды? Мне кажется, оларда өзгеріс болған жоқ. Ол қалай болды бастапқыда? Дәл сол нәрсені заманауи түрге түрлендіре салды болды. Мысалы, солардың бірі, тағы да бір айта кететін мәселе, Жапонияда оқу көктемде басталады. Бізде күзде басталады. Бұл нәрсені деп сұрадық, неліктен, не себепті көктемде басталады? Өзімізде әртүрлі бір ойлар болды. Бәлкім сіздерде де егер қандай да бір ой болса, не себепті көктемде басталған тиімді? Жалпы қараңыз, мен енді Жапонияға байланысты білмеймін, бірақ мен мысалға Қазақстанда да 1 сентябрьде оқу басталғанына қуанбаймын. Шымкент үшін мысалы 1 октябрьде оқу басталса да болады. Өйткені ыстық қой сентябрьде әлі. То есть көп факторлар бар да, жалпы ол 1 сентябрьге бүкіл мемлекет сабағын бастау деген ол дұрыс емес. Ол әр елдерде әр түрлі уақытта оқу басталады негізі.
кейбір мемлекеттерде күзде басталады, кейбіреулер жазда оқып жатады, кейбіреулер жаңағы көктемде оқып жатады. Бұл әртүрлі факторларға байланысты да. Ол нәрсені бүйтіп стандартқа енгізіп қойып, мына уақытта сабақ басталып, мына уақытта сабақ жабылу деген ол дұрыс емес. Бір мемлекеттерде августте сабақ басталады. Сол сияқты ол климаттың ерекшелігіне байланысты, одан кейін адамның КПД-сының бір уақытта жоғары болады, бір уақытта төмен болуына байланысты. Менталитетке байланысты. Көп нәрсе фактор бар да. Енді нақты Жапонияда не үшін көктемде басталады мен білмеймін. Мүмкін бізге маңызы сол ғой. Күн жылы болғаннан кейін басталатын шығар, қыста үйде отырсын дей ма, қар көп бола ма, оны білмейді екен ғой. Біз де осы нәрсені сұрадық та, не себепті көктемде басталады? Осы жерде де қандай да бір ұқсастықтар бар ма, әлде ешқандай ұқсастықтар жоқ па деген секілді. Себебін бірнеше фактормен түсіндірді, сіз айтқан секілді. Бірінші факторы, енді бұл үлкен себеп бола алмайды, бірақ өздері үшін бір маңызды себептердің бірі есептеледі. Сакура деген ағаш бар. Бізде де қазақта осындай бір ерекше құрметтейтін, бір ертегілерде қосатын, мысалы бәйтерек деген секілді ағаштар бар ғой. Бір ерекше қасиетті санайтын. Сол секілді оларды да ерекше қасиетті санайтын сакура деген ағаш осы көктемде гүлдейді. Және ол сол көктемде гүлдеуімен олар көптеген өздерінің наным-сенімдерін байланыстырады. Бұл бірінші себебі деп түсіндірді. Екінші себептер жалпы табиғи цикл. Табиғи цикл бізде де көктем, жыл басы, көк шығуымен, мысалы, мынандай бір жұмыстарды бастаймыз, жаңа көктемде үйленем деген сияқты. Осы көктем басталған кезде үй салуды бастаймын деген сияқты бір көктеммен жаңа бір бастауларды байланыстырамыз ғой. Сол секілді осы табиғи цикл Жапонияда әлі күнге дейін сақталған. Яғни көктем басталған кезде, жыл басталған кезде біз де жаңа дүниелерді бастаймыз деген. Тағы бір себебі қаржы жылы мен синхронизация. Қаржы жылы, мысалы, бізде 1 қыркүйек немесе плюс-минус 1-2 күнде президентіміз жолдауы болады. Қалай президентіміз жолдауы болады? Экономикалық қандай да бір қозғалыстар басталады. Тура сол секілді қозғалыс оларда көктемде болады. Яғни президенттің жолдауы, одан кейін қандай да бір деген сияқты. И маусымдық экономика деген нәрсе бар. Маусымдық экономика деген, мысалы бізде Қазақстанда жаз айлар келсе, маусым айында бізде шетелге турға шығу. Тамыз айында, мысалы, канцелярский товарлардың өткізу деген сияқты. Қаңтар айы бізде мертвый сезон деген сияқты бар ғой. Сол сияқты олардың маусымдық экономикасында көктем айы өте үлкен қозғалыстардың бастамасы болады екен. Деген сияқты. Сондықтан осындай бірнеше факторлар айтқан кезде Жапонияда оқу көктемде басталатындығының өте үлкен тиімділігі бар екендігін көрсетеді. Енді ол жақта жаз қатты ыстық болмайды ғой біздегідей, дұрыс па? Мүмкіндік бар. Бұл жерде былай да, енді климат жұмсақ, теңіздің қасында болғаннан кейін климат жұмсақ. Бізде де ол нәрсені ерекшелеуге болады. Мысалы, Астанада қатты суық бола ма? Жылда білетін нәрсе ғой, постоянно суық болып жатады. Ал жаздар ол жақта жұмсақ, жаз жылы. Не обязательно ол кезде каникулда болу. То есть ол жақта да ерекшелігіне байланысты өзгертуге болады. Бірақ енді әрине біздің қазіргі уақытта ол ешкім өзгертпейді. Бұл жердегі айтылатын нәрсе менің ойымша халықтың наурызға жалпы көктем мезгіліне деген көзқарасы секілді. Жалпы басым көпшілігінде. Олар тек қана білім емес, жалпы ұғымдағы өздерінің негізгі даму серпінін сол көктемде көреді. Көктем аймен байланысты. Қазақтарда жыл басы деген секілді сол форматпен байланыстырған. Бізде мысалы байқасаңыздар, көрісу күні, татулық, наурыз, жалпы осындай өте позитивті мерекелер бізде көктемнің келуімен байланысты. Өйткені қыста суық қой. Қыста суық, енді біздің Шымкентте жылы, жалпы басқа өңірлердің барлығында суық. Көп өңірлерде бізге де сөйтуге болады, бірақ енді оны жасай алмайды. Объективно айтайық. Жоқ, бұл жерде мәселе жасай алмауда емес. Мәселе біздің ежелгі құндылықтарда да бұл нәрсе бар еді ғой деген нәрседе да. Айтатын негізгі ойға. И осындай нәрселер зерттей келе, біз ойладық, жапон концепциясын бізге енгізу өте оңай болады деп. Қазақ-жапон бір туған деп. Қазақстанда жоқ мектеп жапон концепциясы. Қазір жоқ, өкінішке орай, бірақ енгізгісі келіп жатқан мектептер өте көп. Сіздер бұны енгіздіңіздер ма? Біз енгізе алған жоқпыз. Енді осы неге деген сұрақ өте маңызды сұрақ. Мен түсінемін не үшін енгізілмейтін. Сіз ойыңызды айтсаңыз. Менің ойым
мен вообще былай түсінемін ше. Енді әрине глобаль нәрселерді айтпағанда қарапайым енді біз бір Шымкенттің шеңберіндегі жекеменшік мектеп ретінде енгізіп кете салуымызға болатын еді ғой. Иә. Бірақ соның өзін біз жасай алмадық. Қараңыз, себептер бар. Бұл жерде Ореке былай ғой, сіз анау алыстағы тұрған Жапонияның идеясын мына жаққа енгізгіңіз келіп жатыр да. Біз мына жерде тұрған мектеппіз, қасымыздағы бір жақсы мектептің нәрсесін енгізе алмаймыз да біз бұл жерге. Не то что сіз арғы айдаладағы бір мемлекеттік емес. Просто түсінесіз ба, бұл жерде мына қасыңызда бір мектеп тұр, оның өзі успешный нәрсе жасап жатыр да. Соның идеясын мына жаққа енгізе алмайсыз. Потому что ол жаққа бөлек аудитория барады. Біздің мектепке бөлек аудитория келеді. Анау мектепке бөлек аудитория келеді. Сіз мысалы қазір өзіңіздің жақсы идеяңызбен барып, Забадамдағы бір мектепті алыңыз да, сол жаққа енгізіп көріңіз өзіңіздің идеяңызды. Енгізілмейді ол жерде. Сол қазақ, сіз де қазақша сөйлеп жатсыз, ол енгізілмейді да. Өйткені мына нәрсені біз түсінеміз да. Жалпы қазіргі уақытта жалпы бір қарапайым мысал айтайын сізге, барлықтарыңызға түсінікті қылып. Олимпиадаға барады, кез келген адам олимпиадаға жарысқа барады. Мысалы жүгіруге барады, күреске барады, дзюдоға барады деген сияқты әртүрлі боксқа барады. Барлығының олимпиадаға барғандағы ойы не? Жеңу. Дұрыс па? Ешкім ойға мен жеңілем деп бармайды ғой. То есть мақсат бәрінде бір да. Бірақ почему-то біреу ғана жеңеді. Қалғандар жеңе алмай қалады. Соответственно, мен бұл жерде мына нәрсені айтқым келеді да. Бір нәрсені реализовать ету үшін ол мақсат қою ол не самый важный нәрсе. Ол может быть мақсат қою деген ол может 3% успех шығар, может 2% успех шығар. То есть дұрыс мақсат қою ол барлығы мен мынандай болам дейді, жаңағыдай олимпиада жеңем дейді да. Бірақ оны жеңеді біреу ақ, қалғандар жеңіледі. Сол сияқты да бұл жерде көп деген факторлар бар да. Сіз оны көрмей жатқан, басқа әріптестер көрмей жатқан, біз көрмей жатқан. И конечно сол факторлардың бәрін ескермесең ол реализация етілмейді. Бірақ сіздер оны зерттедіңіздер ғой. Бір жылға жуық зерттедіңіздер, ол жақтан эксперттер шақырдыңыздар. Бұл жерде біз қандай да бір концепция ретінде енгізу жоспарда болды ғой, концепция ретінде. Мысалы қазір бар ғой, Қазақстанда финдік білім беру жүйесі, сондай концепция ретінде. Қазақстанда жалпы бар ғой. Мен білмейді екенмін қай мектеп. Маңызды емес, бірақ айтыңызшы қай мектеп қызық маған. Білемін всегда, но мен оны чет 100% енгізілді дегенге сенбеймін да, өйткені былай айтады да, там какой-то программасы финляндиянка, но старший классы британдық A-level дейді да. То есть ол полный концепциямен финский образование емес та ол. То есть 100% әрине енгізе алмайды, 100%, бірақ концепция ретінде енгізуге болады ғой, ерекшелену мақсатында. Ерекше бір жүйе енгізу мақсатында. Мысалы, британдық жүйемен оқытатын мектептер бар ғой. Бар ғой, иә. Швейцариялық жүйемен оқытатын мектептер бар ғой. Түрік концепциясы келді ғой. Қазақ-түрік лицейлары. Бәрі алып келген адамдар көп болды ғой жаңағы. Белгілі бір, мысалы, қазақ-түрік лицейлары мемлекеттік басқа мектептерден ерекшеленеді ғой. Немесе британдық жүйемен оқытып жатқан мектептердің бағдарламасы мемлекеттік стандартпен оқытқанда басқа ғой деген сияқты. Яғни қандай да бір ерекшелік бар ғой. Оларды қазақ-түрік лицей қылып тұрған бір дүниелер бар ғой. Сол сияқты қазақ-жапон деп былай басқалардан кішкене айырмашылық бар бұл концепцияны деп айтуға жасауға болушы еді ғой. Менде мынандай сұрақ та. Мысалы қараңыз, Ореке, сіз бастауыш сыныптармен жұмыс істедіңіз, дұрыс па? Сіз бастауыш сыныптарға енді көп жағдайда ол енгізілмеуінің де бір себебі былай да, мысалы біздің Қазақстанға, давайте сол британдық жүйемен КТЛ-дің жүйесін алайық та. Олар бізге алып келген кезде 6 класстан 12 сыныпқа дейін бағдарламаны алып келді ғой, дұрыс па? Нәтиже көрсете алатын бағдарламаны алып келді. Ал бастапқы бағдарламаны алып келген жоқ бізге. Түрік лицейлерде тура сондай. Олар алды да, орта мен соңғы буынды алып келді да, сөйтіп көрсетті да нәтижені. Ал сіз жапондық концепцияда болса басын алып келдіңіз да. Бастауышқа. Иә, бастауышқа алып келдіңіз, а почему-то сіз соңын әкелмедіңіз да. Жоқ, бізде возможно, егер соңғы экзамендерін алып келген кезде, енді конечный нені да, жаңағыдай. Университетке түсу немесе хайскул форматында. Хайскул форматын алып келген кезде, мүмкін енгізіліп кететін еді. Мүмкін орта буынды алып келген кезде, сіз бастауыш жаңағы нәрселерді айтып отырсыз ғой, жаңағы біздікі ұқсайды екен, мынаусы ұқсайды екен, мынаусы ұқсайды екен, мынаусы жақсы деп қояды да. Болды, керемет, жапондықтар мықты дейді да. Бірақ біз ұбт-ға дайындаймыз. Бірақ біз IELTS-қа дайындаймыз. Бірақ біз A-level-ға дайындаймыз. Бірақ біз NUET-қа дайындаймыз. Өйткені бізге ол түсінікті.
иә сонымен қандай менеджмент не аппарат деген сұрақта ол соңы не бітеді немен аяқталады ол деген сұрақ менде де бар да. Иә, Ербол мырзаның айтқанымен толықтай келісемін. Бірақ бұл жерде біз негізінен бастапқыдағы идея бұл құндылықтарды жүзеге асыру. Ұқсас болғандықтан. Мысалы қандай, жаңа жоғарыда айтып кеткен, әр балаға тазалықты сақтау құндылығы, үлкенді сыйлау, кішіге құрмет көрсету құндылығы, тамақ жеу әдебі деген сияқты нәрселерді. Олардың да методикалары бар. Бұл жай ғана бүйтіп сөзбен айтып қоятын нәрсе емес. Мысалы, кайдзен деген жүйені білеміз ғой. Кайдзен деген жүйе ол өте танымал, кәсіпкерлердің барлығы қолдайды. Дұрыс қой? Сол секілді икигай деген жүйе бар, өзінің мақсатын анықтауға. Қазір көп адамдар сұрасаң, кайдзен икигай айтады. Бірақ шын мәнінде білім саласында олардың кәдімгі қалыптастырған методикалары өте көп. Мысалы, қазақша 5S, 5S ғой, ағылшынша деген методика бар. Жапонияда пайда болған. Расшифровкасы сейри, сейтон, сейсо, сейкетсу и сезуки. Бұл методика жақсы нәтиже үшін жұмыс орны мен жұмысшылардың жағдайларын жақсартуға арналған жұмыс кеңістігін ұйымдастыру әдістемесі. Дәл осы әдістемені балалардың, мысалы, тазалықты қалыптастыру деген әдетін дамыта алады. Мысалы, қалай десеңіз, еске алайықшы, біз кезінде субботникқа баратынбыз. Естеріңізде болса. Айтып беріңіз, субботниктер қалай өтетін біздің заманда? Айтыңызшы. Мысалы, мен енді мектепте жақсы оқыдым. Біз субботникқа барған кезде негізі мақсат тәрбиеге шақыру ғой. Сол субботникқа, мысалы, сыныбыңда 24-25 адам болатын болса, 28-де оқыды, мен есімде, 30 адам оқыды бір кездері. Ол субботникқа барған кезде жаңағы бұзық қыздар, бұзық балдар ешқашан уборка жасамайды. Мен шындап айтайын. Жалпы ешкім жасамайды негізінде. Жоқ, именно момын, қарапайым балдар, олар соны тазалайды. Мен есімде, біз 15 мектепте оқыған кезде, сол кезде қасымыздағы домдарды тазалайтын тұғымыз. Ол замандар андай лас көп болатын тұғына, мен есімде. Темекіні де тазалатқызады, анауны да тазалатқызады. Неше түрлі былық нәрселердің бәрін біз тазалап жүретін тұғымыз да. Бірақ ана жерде жаңағыдай троечниктар, оқымайтындар апайдың қасында әңгіме айтып, бос бір бәлені істеп, неғылып өтірік неғылып, жаңағы бүйтіп тұратын тұғын. Сонда ана жерде шындап бүйтіп қараған кезде уборка бітпей кетеді да, созылып кетеді. Жақсы оқитындар шынданып жаңағыдай алата тез неғылады. Сонда мысалы 30 адамның ішінде соны жасайтыны 8 адам, 10 адам істейтін. Міне осылай өтетін біздің заманда уборкалар. Білесіз, ол неге олай болады? Себебі, мен енді өз қырымнан айтайын, бізде де дәл осының айналасы, бізде былай болатын. 2 күн қалған кезде, или 1 күн қалған кезде, ертең субботник болады деп айтады. Естеріңізде ғой? Сол күн айтады. Енді қараңыз, субботник болады дейді, 20 бала бар делік класста. Ертеңіне айталық, 20-сы да келсін делік жарайды. Келсін делік. Біздің қолымызда бір-ақ инструмент, сыпыртқы. Басқа ешқандай құрылғы алып келмейтінбіз. Одан кейін ол сыпыртқын біреу алып келеді. Айтсамшы, Орике, мен шын айтайында осы уақытқа дейін мен түсінбеймін да, не үшін анау балдар, мысалы мен лично не үшін соны істейтінмен білемін, апайға жаным ашитын тұғын. Апай шыңғырып жатыр, ұрсып жатыр, тезірек қайту керек, анау-мынау деп та. И мен мысалы жаным ашып, тез жаңағыдай жинап тастап бәрімізші, и мен жаңағыдай нормальный балдарға, қыздарға давайте істейік дейтін тұғым. Бірақ ұрып кеткен нелерге мен айтпайтын тұғым. Бірақ менде сол ой бар да, не үшін сондай нелер жаңағыдай. Қазір солардың көбісі жұмыссыз болып жүр, сол класстастарым жаңағы 3-ке оқитындар. Солар не үшін апайға жаны ашмайды, не үшін олар көмектеспейді, не үшін олар жаңағыдай тез соны бітіріп тастауға тырыспайды деген сұрақ әлі бар да менде. Мәселе осы жерде жанашырлықта ма, әлде жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмағандығында ма? Енді қараңыз, біз бәріміз білеміз, мен айтпас едім, біз жанашыр емес, немесе қатыгез болдық деп. Себебі біз бір күн қалғанда естиміз, субботник болатын. Ешқандай жоспар жоқ, ешқандай мақсат жоқ, ешқандай нақты қай жерді сыпыратынды бөлінбеген дұрыстап келеміз, сәйкесінше нәтиже сондай болады. Енді дәл осы нәрсе Жапонияда қалай жүзеге асады? Ол жақта да субботник деген нәрсе бар. Бірақ ол нәрсе кем дегенде 1 ай бұрын айтылады. 1 ай бұрын субботник болады. Енді сол мектептің, яғни тазалау керек аймақтың квадратурасы шығарылады екен.
жаңағы 5S методикасы бойынша квадратура шығарылады. Қанша квадрат бар? Есептелді. Мысалы айталық 5000 квадрат. Енді 1000 оқушы бар десек, сол мектепте әрқайсысына нешеден тиіп тұр? 5 квадраттан тиіп тұр. Енді сәйкесінше менің өзімнің 5 квадратым бар. И мен ол 5 квадратым қай жер екендігін уже сол бір айдың ішінде білемін. Енді сол квадрат тазалау үшін маған не керек? Тряпка керек па? Әлде спыртқа керек па? Әлде швабра керек па? Шелек керек па? Су керек па? Не керек? Мен солардың барлығын алдын ала білемін. Және сосы нәрсе хат ретінде ата-анаға жіберіледі. Осындай күні сағат осындайда субботник басталады, осындай сағатта бітеді. Балаңызға мынандай инструменттерді беріп жібересіз. Мысал ретінде. Ол бала келді, сағат 10-нан 15 кеткенде тазалық басталды, өзінің квадратын жуды, шамамен 20 минуттан кейін бүкіл мектепте субботник бітті. Бұл жерде жанашырлық, немесе мектепке жанашырлық, патриоттық деген нәрсе керек емес. Бұл жерде саған нақты артылған жауапкершілік керек. Дәл осы жүйелерді үйретеді да, яғни субботникті қалай ұйымдастырамыз, мектептің концертін қалай ұйымдастырамыз деген сияқты нәрсенің барлығын методикасы жазылған да. Біз соны оқып шықтық. Бірақ мәселе оның бәрін білу емес. Ондай методика көп. Мысалы, Кинеко деген методика бар, Ханши методика, Нихон Ику деген, Укай теориясы деген, даже қалай ұйықтауды үйретеді. Өйткені Жапонияда балалар кәдімгі мектепте ұйықтайды. Ол маңызды емес, кішкентай балама, үлкен балама, жоғары ұйықтайды. Неге? Себебі ұйықтаудың да әдебі бар да. Тамақ жеудің де әдебі бар, сөйлесудің де әдебі бар, жүрудің де, тазалықтың да барлығын әдебі бар. И ол әдепті сен өмір бойына қолданасың да. Мысалы, білім алуды сен, білмеймін, 11 сыныптан саған керек емес шығар, бірақ ұйықтау, адаммен сөйлесу, тамақ жеу, демалу, тазалау деген әдептер ол саған өмір бойына керек. Яғни олардың приоритеті басқа да. Түсіндіре алдың ба? Иә, түсінікті. Олардың мектептегі сағат саны қандай? Сағат саны таңнан кешке дейін. Әр жерде әртүрлі негізінен. Бұл жерде мен түсінгенім бойынша Жапон мектептері білімге қарағанда тәрбиені көбірек сіңіруге тырысады. Және ертең олар болашақ өмірінде жұмыста болсын, мемлекеттік кез келген қоғамдық орында болсын, сол нәрселерді дұрыс деңгейде қолдана алу үшін. Дұрыс. Яғни осы объективті көзқараспен сіздер мектепке енгізгілеріңіз келді. Яғни балалар болашақта осындай болсын деген секілді. Өйткені бағанағы мысалға бізде қазақ-түрік мектептерінде бар ғой, түрік идеологиясын көбірек қолдану арқылы мысалы шай ішу деген сияқты этаптар бар. Және қоғамдық өмірде де оны көбірек қолданады. Бағанағы сұраққа айтып кеттік, маған қызық болып тұрған. Не себепті біз ол методиканы сіздер жасай алмадыңыз? И мен де осы жерде қосып кетейін. Жете алмай кеттім. Қайсысын жасадыңыз? Жете алмай кеттім. Вот маған айтып беріңізші, вот қайсы элемент, жаңағы үлкен элементтер көп қой. Вот қайсысын жасадыңыз да? Қандай ешқайсысын жасай алмадық. Попытка болды ма? Попытка тек қана балаларға тілдік құзыреттіліктерді ғана үйреттік, и то айғай-шумен. Сіздер негізі барлық концепцияны бірден енгізгілеріңіз келді ма? Жоқ, жекелей. Кезең-кезеңмен Бізге өте қызық болған нәрсе бұл жерде сол жаңа айтып өткен құндылықтар. Мен осыны айтайын деп отырмын, қай нәрсені не үшін енгізе алмадық деген. Мысалы, тілдік құзыретке келейікші. Жапон тілі. Жапон тілін үйретіп бастадық. И басым көпшілік ата-аналар қарсы шықты. Мен түсінемін ол нәрсені, мен түсінемін. Бірақ мен өзім ата-ана ретінде айтатын болсам, Жапония бұл әлемдегі экономика бойынша екінші орындағы мемлекет. Біз түрік тілін үйреніп жатырмыз, француз тілін үйреніп жатырмыз, қытай тілін үйреніп жатырмыз, неміс тілін үйреніп жатырмыз, ағылшын тілін үйреніп жатырмыз. Хорошо. Жапон тілі бұл да солардың деңгейіндегі мемлекет қой. Егер бір тіл қосымша үйреніп алса, ода қандай айып бар деген мәселеге келеміз. Енді мен түсінем, бір африкалық бір мемлекеттің тілін үйретіп жатсақ, онда не керегі бар деп айтуға болады да. Бірақ Жапония ол жақта ең мықты дамыған медицина, ең мықты дамыған технология, ең мықты дамыған білім саласы. Неге үйреніп ала салмасқа деген нәрседе қарама-қайшылық туды. Бұл бір. Екінші мәселе. Енді мен қарапайымдарына өте берейін. Аяқ киім қоятын шкафтар немесе арнайы бөлме болу керек. Әрбір жапондық мектептерде олар аяқ киіммен кірмейді. Ол жерде мектепке кіреберісте шкаф тұрады, немесе кабинеттің алдында шкаф тұрады. Сол шкафқа аяқ киімдерін қойып кетеді. Мектепті мешіттінде көреді екен да, Себебі өзі тазалайды ғой. Өзі тазалайтын жерде ол шаңғылуға, былғауға екінші аяқ киім ауыстыра ма, әлде қалай? Кейбір жерде ауыстырады. Қыс мезгілерінде кейбір кезде носкимен немесе чешкемен жүреді. Енді бұл мәселеде
біз ата аналардан өтініш жасадық. Балаларды енді кем дегенде носкиін дұрыстап кигізіңіз. иіс шығып масқара болып кеткен шығар ана жерде. Түсінесіз ба? Біз осы нәрсеге қол жеткізе алмадық. И көп ата аналар қарсы шықты. Не үшін олай анау мынау. Немесе мынандай әдет бар. Жапонияда әрбір мектепте бір үй жануарын ұстау міндетті. Не себепті деген кезде жалпы жануарларға немесе өсімдіктерге орысша айтқан кезде забота, яғни қандай да бір мейірімділік. Өткен біз білеміз, кішкентай кезімізде мысықты ұстап алсақ, оны лақтырып, таспен атып. Олай болмау керек қой негізінде. Асылында олар жануарлар, оларға да қандай да бір мейірімдік керек, оларды күту керек деген секілді. Сөйтіп біз бастадық, бір бөлмеде балалар хомяк алып келді, кортышқан дейміз ғой, немесе басқаша қалай айтады. Сөйтіп ол бір күні ашылып кетіп, ол қашып кетіп, асханадан бір ақша сондай сияқты бір қызықтар болды. Немесе тотықұс. Ол тотықұс бір күн өліп қалады. Немесе бір бөлмеде балық, бір бөлмеде өрмекші деген секілді да. Не себепті бізде сол бөлмеде жаңағыдай ата-аналардың бірінші қоятын нәрсесі. Жоқ, алға кетіп баратса. В общем, мына жерде мынандай сұрақ та. Монолог болмасын, кішкене араңызды не алып отырайын. Кішкене мен хейтер болып отырмын, енді байқап отырған шығарсыздар. Көп жағдайда реалист болуға тырысамыз ғой. Қазір типа реалист болып отырмын, мен де негізі қиялмын ғой. Мектепте де әртүрлі ойларымдағы келген дұрыс нәрселерді енгізуге тырысып жатырмын ғой. Мынандай сұрақ, сол жаңа аяқ жүруді енгізе алдыңыз ба? Жоқ. Қарапайым нәрсе ғой. Енгізе алған жоқпыз. Просто біздің мектепте бәрі теплый полда. Сіздерде де сондай шығар деймін да, теплый пол. Мәселе ол теплый полда немесе таза еместе болған жоқ. Мәселе жалпы түсініктің қарсы болғандығында. Мысалы, негізінде бізде бір нәрсе жетпейді да. Біздің құндылығымызда ол нәрсе бар, негізінен біздің ол нәрсені ұмытып кеткендігімізде. Негізінде бөлмеге қазақтар ешқашан аяқ киіммен кіру деген болмаған ғой. Аяқ киімді шетке шығып кетесің да, жалаң аяқ кіресің, немесе носкимен кіресің. Тіпті анау коронавирус кезінде қолмен амандасады ғой, сосын амандаспауды насихаттады ғой. Сол уақытта мен бір статья оқып қалдым да. И жапондарда енді иіледі олар бір-біріне, жаңағыдай қол алысу кішкене жоқ қой. И бізде де негізі бұрында осылай амандасу жаңағы форматтарды қалыптастырған дейді да. И кейін келе амандасу форматы жүзеге асты да жаңағы. Европаның қол алмасу келді ғой. Енді мүмкін мұсылман жақтан да келген шығар, енді бұл әртүрлі нәрселер ғой. Бірақ мына нәрсе бар да, сіздер бірден ортасынан бастап кеткен сияқтысыздар да. Енді бұл жерде айтуға бола болмай ма, мысалы дінде де бар ғой. Өте жай. Өйткені ол бір ұлттың идеологиясы. Мұн жақта қанша тарихи ұқсастығы болып тұрған күннің өзінде де үлкен факторлар әсер ететін белгілі, ата-аналардың деңгейі белгілі, түсіндіру жұмыстары менің ойымша 2-3 жыл жүру керек деген сияқты көп қой. Бірақ неге бірден ол форматтан бастадыңыздар? Жануарлар ол енді ауыр тема сияқты. Сіздер былай негізгі бір стратегиялық құрылым жасаған жоқсыздар ма? Бірінші мына кезеңді өткізіп алайық, одан кейін барып мына кезеңді өткіземіз деген секілді. Біздің ойымызда ең оңай енгізілетін нәрсе ол тілге қарағанда да, бағдарлама қарағанда да ол құндылықтар деген ой болды. Мына нәрселер бола ма? Қай кезде мектепті Жапон қазақ мектебі деп атауға болады негізі? Толық концепцияны енгізе алмайсың, бірақ белгілі бір прототип бар. Мына мектепті Жапон қазақ мектебі деп атауға болады, и оған 5 құрал кіреді деген секілді нәрсе да. Болады, әрине болады. Ең бірінші қайтадан сол құндылыққа айналып келеміз. Яғни ойлаңызшы, сондай бір мектеп бар. Мейлі ол Абадан болсын, ол Максимум болсын, немесе кез келген бір гос мектеп болсын. Сол мектепте сізге былай айтса, балаларды тазалыққа үйретеміз. Балаларды дұрыс тамақ жеу әдебін үйретеміз, правильное питание. Балаларды дұрыс ұйықтауды үйретеміз. Балаларды үлкенге құрмет, кішіге ізетті үйретеміз. Балаларға, жануарларға құрмет көрсетуді үйретеміз. Балаларға ақылдасуды үйретеміз. Балаларға патриоттықты үйретеміз. Деген секілді нәрселерді айтса, сіз балаңызды беруге қаншалықты дайын болар едіңіз? Мәселе осы да. Яғни өкініштісі дәл осы құндылықтардың құны болмай тұрғанда.
жоқ бұл жерде құн деп айтуға келем, адамдардың қабылдай алмайтындығы шығар. Қабылдай алады ғой. қабылдай алады, бірақ осыдан басқа нәрселерді жоғары қойып қойғандығында. Иә. Себебі біз осы құндылықтарды айтамыз, және енді қараңызшы, мен қалай үйретем балаға тазалықты, егер бөлмені тазалатпасам, қалай тамақ ішу әдебін үйретем? Маған бір сұрақ. Ата-аналарды қандай түсіндірме жұмыстарымен қызықтырдыңыздар? Бұл жерде бір қызығышы Ореке мынандай болып тұр да, қазір сізді тыңдап отырып, біз Қазбек мырза екеуміз мына нәрсені түсініп отырдық та. Біз мектепте де көп нәрсе жасадық. Осы сентябрьдің 9-ынан бастап. Сол үшін бұл тақырып қызық болады да. Басында мен сіздің айтып отқан нәрселеріңізді былай түсінбей отырдым да. В общем, қай жаққа апарады деп, қазір түсіндім қай жаққа апаратқанын. Бір кемеде кетіп бара жатырмыз. По-своему істеп жатыр екенбіз деп түсіндім да. И мен қазір мына нәрсені түсіндім. Мысалға, біз бастаған кезде өте көп қиындықтар болды. И қазір де ол қиындықтар бар. Бірақ біздің бір батыл шешіміміз мектепте, біздің жаңағы бара жатқан миссиямызды қолданбайтындармен біз қоштастық. И өте көп оқушыны мектептен просто шығарып тастадық. Оқушыны? Бұл мұғалімді емес. Мұғалімді емес. Бірде-бір мұғалім мектептен кеткен жоқ. Неге десеңіз, өйткені біз жаңағы мектептегі мұғалімдер жақсы, білімді мұғалімдер ғой. Бірақ біздің немізді жаңағы тәрбиеге байланысты көріп жатқан, жасап жатқан нәрсемізді кейбір ата-аналар я дейді да, бірақ оның баласына сонымен жасаған кезде ол маған қарсы шығады. Сол я деп айтады да, жаңағыдай дұрыс істеп жатқандарыңыз істей беріңіздер, я осы немен күресіңіздер, мынамен күресіңіздер, мынамен күресіңіздер деп я деп отырады да, сөйтіп қаладан кетеді. 2 аптадан кейін соның мен баласын мектептен шығарып жатқан кезде ол маған враг болады ғой. Дұрыс қой. Осы мысалға жаңағы қайтпас қайсарлық дейміз ба, мәселен біз осы идеологияларды енгіземіз дегеннен кейін көп ата-аналар қарсы шықты, баламызды алып кетеміз деді. Сол кезде енді жалпы осы Максим мектебінің басшылығының бір несі идеологиялық форматы былай болды да. Қаласаң осымен жүресің, қаламасаң алып кетесің. Қанша ақылы мектеп болсақ та бізге сенің балаң қажет емес, сенің ақшаңды қажет емес деген сияқты стоп айтылды. Мен естіп отырмын да қазір 35 пен 50 миллион теңгенің арасында біз ұтылыппыз. 1 жылдық. Егер біз жасаған кезде да. Мүмкін осы секілді бір қайтпас табандылық болғанда оны енгізер медіңіздер. Бәлки осыны енгізетін команда сіздерде әлсіз болған шығар, ата-аналарға қарағанда. Өйткені ата-аналардың бәрі қарсы деп айта аласыз ба? Барлығы деп айта алмаймын, бірақ басым көпшілігінде. Бұл концепцияны қазақ-жапон деп атаудың да себебі сол еді да. Себебі біздің жалпы менің ойымша әдемі концепция. Өте әдемі концепция. Күшті концепция. Мен не түсіндім? Және ерекшелену жағы ол қазақшылыққа алып келетін концепция екенін мен түсіндім да. Жаңағыдай жалпы өзіміздегі бар нәрселер бар ғой. Өкінішке орай оны басқа жаңағы солтүстік соседіміз азайтып тастады ғой енді. Бірақ мынаған қарап отырсақ, бұл бізді өзіміздің немізге алып келетін концепция да негізі, былай шындап келгенде. Просто жаңағыдай соңы немен бітетінін әлі түсінбедім пока. Иә, қазір мен айтып беремін, ол соңы. И мен бір қызық тағы да информация айтып кетейін өзіміздің жаңағы немізде. Кеше мен анализ жасадым да. Осыдан 2 ай бұрын анализ жасаған кезде бізде 109 ата-ана мұғалім тұғын. Енді жаңағы мектептен балалар, мектепте мұғалімдер өте көп та бізде ата-аналары. Қазір 103 қапты. Яғни ол деген сөз жаңағы мектептен көп оқушыны шығардық қой біз. Практически мұғалімдердің балдар шықпағанда мектептен. Түсініп жатсыз ғой, ол деген сөз, вот из-за того, что сенің мектебінде 35% ол мұғалімдердің бала шағасы, олар біздің істеп жатқан нәрселерімізге жаңағыдай бәрібір іштей түсініп тұр да. Даже олар өздері сол нәрсе жасай алмады, істей алмады, көрді. Бірақ жаңағыдай осы біз сияқты әңгімелерді олар тыңдайды, үйтеді, бүйтеді, я дей береді да. Бірақ қиын да жасау. Оған политически не керек та, андай решимость, воля, сондай нәрсе керек та бұл жерге. Мен осы байқаған. Иә, ол нәрселерде дұрыс. Бірақ біз енді бұны тек қана жай ғана сөзбен ғана істейміз деген жоқпыз ғой. Бұл жерде үлкен қаржы салымдары болды, вложение. Себебі сол жапондықтардың өзін осы жаққа алып келу, олардың ұшақтарын төлеу, олардың еңбек ақыларын беру, оның бәрі үлкен қаражат болды да. Не үшін, не мақсатта? Ең кем дегенде қазақ-жапон деп атап отыру арқылы өзіміздің бұрынғы ұмытылып баратқан құндылықтарымызды қайтадан алып келіп алу, бір триггер, бір рычаг давления жасау да, былайша айтқан кезде. Оны жай ғана сөзбен айтсаң, оны халық қабылдамауы мүмкін да.
ал қазақ жапон десең бұл бір қандай да бір жаңашылдық қой. Жаңашылдық арқылы бұрынғы өзіміздің ескішілдікті қайтадан әкеп алу болды да. Дәл солай түсіндім. Бірақ соны жасау барысында бір күні сол Жапониядан мықты бір ұстаз шақырдық, профессор. Сол мектебімізде келіп, шамамен бір аптадай жүріп, мектебімізде осы концепцияны зерделеп, мектебімізбен танысып, солай біраз жұмыс жасады. Сосын қайтар шағына жақындаған кезде мен оны қонақ үйден алып кететін болдым. Сөйтіп таңғы шатаспасам 5:30-ға жуық уақытта, өйткені ұшақтары 7-де ме болды, 5:30-ға жуық уақытта мен қонақ үйлеріне бардым олардың. Барсам қонақ үйінде жоқ, яғни бөлмесінде жоқ. Бөлмесі тап-таза тұр. Мен ойладым, мен кетіп қалған ба деп. Далаға жүгіріп шықсам, анандай жерде көшеден келе жатқанын байқадым да. Оны шақырды, енді ағылшынша сөйлесеміз екеуміз. Қайдан келе жатсыз десем, сол сендердің қалаларыңды осы жерден бастап мектепке дейінгі аралықты жаяу жүріп келдім. Ол жерде шамамен 1,5 километрдей. Сөйтіп күліп айтып жатыр енді, бірақ айтқан сөздің ар жағында бір жаны бар да. Менімше сендерде Жапония сияқты білім беру концепциясын жасай алмайсыңдар дейді. Менде де дәл осы болды. Не себепті? Мен енді көп нәрсе күттім жауабынан, бірақ ол айтты, мен қарапайым осы қонақ үй мен мектептің арасында 1,5 километр шамамен ғой енді жүріп өттім. И бұл жерде баланың қауіпсіздігі мүлде сақталмаған дейді. Яғни бала өзі үйінен мектепке дейін емін-еркін барып келе алмайды дейді. И барып келу үшін жағдай жасалмаған дейді. Яғни камералар жеткіліксіз, жол ережелері дұрыс көрсетілмеген, және балалардың қауіпсіздігі дұрыс қамтамасыз етілмеген дейді. Ал енді тағы бір жерде айта кететін феномен бар. Жапонияда балалар мектепке көлікпен бармайды. Жапонияда балалар мектепке жаяу барады. Яғни өз аяқтарымен. Мейлі ол бір байдың баласы болсын, мейлі ол бір алыстан келсін, маңызды емес. Бізде байқалатын бір феномен, мектеп егер шәл кішкене бақуатты мектеп болса, алдында не бір джиптарды көріп жатамыз тоқтаған кезде. Ал ол жерде әрбір бала өз аяғымен мектепке жаяу бара алатындай жағдай болу керек. Енді мәселе олардың апара алғандығы емес, джиппен олар да апара алады. Бірақ мынандай құндылық қалыптасуы. Сен білім алатын жерге өз аяғыңмен бару керексің, және өз аяғыңмен қайту керексің. Бағанағы Алихан атамыздың «это те мусульмане» деген сөзінің астарында да осы нәрсе бар да. Себебі жапондықтарда мұсылмандықтың өте көптеген кейіптерін байқауға болады. Мысалы, мешітке немесе медресеге білім алатын жерге барған әрбір қадамына сауап жазылады деген секілді астарында осы нәрсе жатқан болуы мүмкін. Себебі олар әрбір қадамында баратқан кезде мен білім алуға бар жатырмын деген түсінікті қалыптастыру үшін деп түсіндірді. Ал егер де сен оған қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмасаң, онда бала ол жаққа бара алмайды ғой. Көргенсіз ба 3-ші класстың баласы қалада өз мектепке жаяу баратқанын? Түсіндіре алдым ғой. Осындай секілді қарапайым ғана себепті айтты, бірақ ол әрине жеңіл формада айтты. Сол секілді осы өте көптеген қиындықтар туындай беріп, біз әлі ол нәрсеге дайын емес екенімізді түсіндік. Бірақ енді сіздер 100% енгіземіз деген ойда қате секілді да, кезең-кезеңмен бару. Бұл біріншісі, жаңағы сіздің сұрағыңыз болды ғой, қандай этаптар керек дедіңіз ғой. Біріншісі осы құндылықтарды үйретіп алу. Сонда біз түсіндік, құндылықты үйретуге дейін жасалатын нәрселер бар екен. Бірінші түсіндіру жұмыстары, жаңа айтқандай, жалпылама бізге сол оны не только қазақ-жапон концепциясымен істеу керек, оны жалпы мектептері, мемлекеттік мектеп, жеке меншік мектеп, бай мектеп, орташа жағдайлы мектеп, төмен жағдайлы мектеп маңызды емес. Біз ұлт ретінде түсінуіміз керекпіз. Бізге қазаққа тазалық сақтау керек, ол біздің құндылығымызда бар. Бізге жан-жануарға құрмет деген бар. Бізде үлкенге құрмет деген нәрсе бар. Бізде ақылдасу деген нәрсе бар. Осының барлығы бізде бар еді. Соны қайтадан қайтарайық. Ол мақұл жапон арқылы, ол түрік арқылы, финдіктер арқылы маңызды емес. Ең бастысы қайтарайық сол нәрсені. Дұрыс қой, Ореке, мынандай да бір қызық нәрсе айтайын. Алдында бізде Нобель фест деген неге бардық қой, неге Астанаға. Сол кезде бізбен бірге Парасат мектебінің директоры барған, Бауыржан ұстаз. Сол кісімен барып, екінші күн тамақ бірге жеп отқанда сұрадым, қалай болып жатыр деп. Сөйтсе маған бүйтіп айтты ол кісі. Біздің қазақтағы бар нәрселерді мыналар түсіндіріп жатыр ғой дейді. И вообще в целом негізі
дұрыс ойлар, дұрыс идеялар олар ұқсас келеді. Ол жаңағыдай просто біз қазіргі уақытта, қазіргі біз қоғамда білмеймін да, біз оны енгізуге өте көп энергия керек, өте көп күш керек. Возможно, осы сияқты подкасттың миллионы керек. Сол кезде енгізіледі. Өйткені біздің қоғамда двойной стандарт бар. Мен қызық нәрсе айтайын. Двойной, тройной стандарт бар да. Мысалы қараңыз, мен мысалы или сіз, или Қазекең ислам туралы айтса, адамдар жеңіл қабылдап отырады да. Бірақ мен осы жерде мынандай сақалмен отырып ислам туралы айтатын болсам, мені тыңдамайды. Или бір келіншек жаңағыдай ашық күйде болып алып, біз мұсылманбыз, анау десе басы я деп отырады да. Бірақ егер сол келіншек хиджаб киіп алып айтатын болса, дұрыс емес, маған өзіңнің неңді пихать етпе дейді. Адамдар осылай отырады. Түсінесіз ба? Біздің қоғамда қызық та, сен ұқсау керексің, жалпы ерекшеленбеу керексің. Бәрі сияқты болып, дұрыс нәрселерді айта берсең, жақсы. Бірақ ол нәрсені істеу міндетті емес. Дұрыс нәрсені айта беру керек. Главное, дұрыс нәрсені айту керек. Бірақ істеу не обязательно. Вот как только сен істей бастайсың, сен жаманатты боласың. Вот сол дұрыс нәрсені сен істей бастайсың ба, вот сол моменттен бастап сенен жұрт бұрылады. И сенің минусыңды айта бастайды. Сен сақалың ұзын, сен хиджаб киіп аласың, сен мынандайсың деп уже кете бастайды да. И сол сияқты сізде мысалы лайтовый форматта жапон концепциясын енгізе берсеңіз, сіз лучше всехсіз. Но как только вы жапонский концепцияны прям қатты күшпен енгізе бастайсыз, сіз уже экстремист боласыз. Түсінесіз ба? Иә. Сол жаңағы сұраққа жауап бере кетейін. Бірінші осы құндылықтарды енгізу, екінші бұл құндылықты енгізгеннен кейін ол бізді қайда алып барады. Енді ары қарай біз Жапонның уже білім беру жүйесіне кірдік. Білім беру жүйесінде ол жақта енді финдік білім беру сияқты емес. Біз шығыстық халық екенімізді ұмытпауымыз керек. Бізде білесіздер ғой, молдалар арқасына қамшымен ұрып отырып оқытқан ғой. Не себепті? Себебі қандай да бір рычаг болмаса, бізде жалпы ұлттық менталитетімізде жайден жай оқи салу деген нәрсе жоқ. Біреуге бағына салу деген нәрсе жоқ. Біздің ол қанымызда бар нәрсе. Жапондықтарда дәл осы жерде бізде сәйкестік бар. Өйткені ол жақта оқысаң да оқисың, оқымасаң да оқисың, басымды қатырма. Өйткені сен оқуға міндеттісің. Мектепке келдің ба, оқуға міндеттісің. Сабақтан қалмайсың. 99% посещаемыз мектептерде. Яғни бала сабақтан қалмайды. Қалады ма, болды, оған ата-анасына жаза қолданады, өзіне жаза қолданады. Түсінесіз ба? Ал бұл нәрсе бізге керек еді. Себебі біз анау кейбір жүйелерді енгізген кезде еркіндік беру, балаларды қаласа ұйықтасын, қаламаса оқымай қойсын деген келмейді бізге мүлде. Бізге осындай қатал тәртіп, қатаң тәртіп, нақты ереже, нақты тапсырма и күнделікті бір-бірімен жарыстыру. Сол кезде ана білім алуға деген ықтималдылық немесе тиімділік артып кетеді. Түсінесіз ба? Дәл осы нәрседе де ұқсастық пайда болды. Яғни екінші ақырындап білім беру жүйесіндегі методикаларды енгізу. Одан кейін ең соңында апаратын нәрсе ол сол жапондық үздік университеттерге түсіру және сол жақтың үздік компаниялармен байланыс құру. Негізгі ұзақ мерзімде жоспарлаған нәрсе осы нәрсе болды да. Сондықтан бұл жерде өздеріңіз бас тарттыңыздар ма? Қай жерге келген кезде жоқ, біз мына методиканы енгізе алмаймыз, біз бұнымен қоштасамыз деген секілді. Қай жерге келген кезде шешім шығардыңыз ба? Қай кезде сіз кеңес одағының методикасын ары қарай жасай беруді дұрыс көрдіңіз? Енді бұл сұраққа нақты мына кезде жауап беру қиын. Бұл эмоциялардың жиынтығы деп айтсақ болады. Себебі сен балаға сыныпта тамақ ішуді үйреткің келеді, бірақ артынан үлкен негатив қабылдайсың. WhatsApp жарылып ата ма? Балаға жапон тілін үйреткің келеді, артынан үлкен негатив қабылдайсың. Балаға жалаң аяқ жаңағыдай тазалықты сақтауды үйреткің келеді, партаны жуғызып немесе артынан үлкен негатив қабылдайсың. Сол үлкен негативтердің жиынтығы түбінде саламыз ау деген жоқ, қараңызшы. Сол именно қатты шулап жатқан ата-аналар мектептен шығармадыңыз, ешкім шығарған жоқ. Бізде шығаруға үлкен заң жоқ қой, бізде шығарады деген. Жоқ, қараңыз, мына нәрсе бар, Ореке. Сіздердің табандылықтарыңыздың жоқтығынан бұл методика енбей қалды ма? Өте жақсы сұрақ. Просто сіздер қазір былай да, бізді ата-аналар түсінген жоқ. Бұлар түсінбейді.
деген сияқты жауапкершілікті оларға ысырып жібердіңіздер да, как будто біз енгізгіміз келді, бізде бәрі жақсы болды, біз қаржы салдық, жұмыс жүргіздік, зерттедік, и соңында бұл нәрсе болмады деген сияқты жауап қою табанды көзқарасқа сәйкес келмейтін секілді. Сіздер осы нәрсені жасағаннан кейін, жоқ, біз осы идеологияда тұрып береміз, бізге шын мәнінде ұлттық идеологиядағы осындай мектептер қажет деп, мүмкін 10 жылдыққа ұласатын болған кезде, бәлки бұл жемісін кейін берер ме еді. Бірақ сіздердің командаларыңыз мүмкін әлсіз болып қалған шығар. Фактор көп, әрине. Мен ешқайсысын жоққа шығармаймын. Бұл жерде қаражат мәселесі бар, бұл жерде команданың табандылығы бар, бұл жерде ата-аналардың түсінігі бар. Өйткені мен айтпаймын, барлық ата-ана қарсы болды деп. Арасында кәдімгі сендерде жапон концепциясы бар екен, мен сол үшін алып келдім баламды басқа мектептен шығарып деген де ата-аналар болды. Сіздер жарнама беріп үлгердіңіздер ғой, сонда осы форматпен жұмыс жүргіземіз. Мен білгенмін. Қазақ жапон мектебі бар. Мен сөйтіп айтатынмын көп адамға. Бірақ оны бүйтіп азайып қалғанын мен білмедім да. Бірақ ең басым қатты әсер еткен фактордың бірі, ол менің ойым, субъективті пікірім, бұл жалпы қаражаттың жеткіліксіздігі. Себебі мынау айтқан дүниелердің барлығы бұл әшейін қалағаннан бола салатын дүние емес. Бұлардың әрбіріне кем дегенде, мысалы, қарапайым сыныпқа аяқ киіммен кірмеу деген құндылықты енгізу үшін сен 40 кабинетің бар ма, 40 шкафың болу керек та. Ол әр шкафтың бағасы бар. Түсіндіре алдың ба? Немесе асхана, сыныпта тамақ ішу дегенді қалыптастыру үшін сен кем дегенде әрбір кабинетті жабдықтау керексің. Мынандай нәрсе ғой, негізі қаржыдан да үлкен нәрсе ол ниет қой. Егер шын мәнінде енгізілген келетін болса, 1 сыныпты бастап көріңіздер, одан кейін 10 сыныпты бастап көріңіздер. Неге сіздер міндетті түрде бүкіл мектепті қамту деген ол қайдан шықты ол нәрсе? Мен ойымша былай мынандай нәрсе секілді да, тек бұны жарнамалық мақсатта қолданып көрейік, негізгі ниетке апаратын факторды көріп тұрған жоқпын. Сол нәрсе әлсіз болған секілді. Мысалға қаржыға тіреп қоя сол, сіздер білдіңіздер ғой, басқа басқа мемлекеттің несін енгізу әрине үлкен ақша тұрады, қаржы тұрады, олардың егер бұны білмеймін енді, мүмкін олар келіп сабақ беретін болса, мен енді атын айтпай ақ қояйын, бізде бір мектеп болған, жарнамасына шақырды, бағана басқа бір мектеп, басқа бір елдің идеологиясын жасағысы келді, өте үлкен ақша сұрады. Бірақ біз жарнаманы беріп тастадық. Осындай мектеп болайын деп жатыр, осындай мектеп болайын деп жатыр. Енді ана ақшаны естіген кезде ол басшылар да қатты ойланып қалды. Енді ол ақша табу үшін жасады біріншіден. Сосын есімде ғой, тамыз айында сабаққа баратын уақытта жай концепцияны жоқ, біз бұл нәрсеге төтеп бере алмаймыз деді да. Былай қарай бұрыла салды. И сонша жинап қойған адамдар сол үкілеген бір үмітпен осындай мемлекеттің бағдарламасы оқылады деген секілді нәрсемен келді да, кетіп қала салды да. И біздегі бір мәселе осы жерде мектептің басшыларының өзі біз ерекшеленеміз, күшті, осылай кетеміз дейді да. Жаңағыдай от алады, шөп сияқты жанады да, бірақ сөніп қалады. Сондай бір формат қалыптасқан секілді көріп тұрмын да. Негізінде жалпы егер мәселе тек қана құндылыққа келіп тірелсе, онда оны қазақ жапон деп атамай-ақ, әрбір мектеп өзіне енгізе беруіне болады. Просто қазақ мектеп деп ақ, мысалы да, ешқандай даже концепцияны айтпай-ақ, егер құндылыққа ғана келіп тірелсе. Бірақ бұл жерде тек қана құндылық емес қой, мәселе ар жағындағы тағы да жоқ екен, мысалға мынандай нәрсе да, бізде осынша бюджет бар, давай 1 сыныптан бастап көрейік деген секілді. Неге ондай ойлар айтылмады? Ол енді сіз оны педагогикалық тұрғыдан қараған кезде ол нәрсе қиын болады. Себебі білім саласында сен бір жерге енгізген нәрсені басқа жерге енгізу керексің. Ол жерде бір пилотный деген нәрсе концепцияда ол кішкене қиын жүзеге асады. Сен сол сыныптағы барлық адамға бірдей жүзеге асырып қарау керексің. Немесе мүлде жасаудың қажеті жоқ деген сияқты. А вот егер былай айтсаңыз, бір құндылықтан бастау керек десеңіз, бұл басқа әңгіме еді. Неге 1 сыныптан бастауға болмайды? Басқалар ше. Енді дұрыс қой. Ол сіздің қаржыңызға байланысты ғой. Неге сіз басқаларды ойлайсыз? Ол кішкене қиындау болады. Ол мектептің басқару жүйесіне, менеджментіне өте қиын болады негізінде. 1 сыныптан бастау деген өте қиын, шын мәнінде. Өйткені ол сыныптың өзінде қалайтындар бар, қаламайтын бар, басқа сыныптар қалайтын бар, қаламайтын бар. Жақсы, мына нәрсені айтайықшы. Мен осы идеологияны түсіндім. Және мүмкін подкаст көріп тұрған кәсіпкерлер бар, мектеп ашқысы келіп жүргендер, олар түсінді. Қанша қаражат кетеді қазақ жапон мектебіне ашуға? Енді осы жерде қызық ақпарат бар. Бізде осы концепцияны енгізу барысында
жалпы өзі Қазақстанда бір 3 қана университетте бар Жапониямен байланыс. Ол Иньяс университетінде, шатаспасам, Нархоз университетінде және Қазақ ұлттық университетінде. Соның ішінде ең үлкен байланыс ол Қазақ ұлттық университетінде, сол жерде жапонтану деген кафедра бар. Сол кафедраның кәдімгі PhD докторы, үлкен кәдімгі профессор, мықты бір апайымыз болды. Сол кафедраның былайша айтқан кезде басқарушысы, меңгерушісі. Сол кісі толық отбасымен көшіп келді осында. Толық отбасымен көшіп келді. Сөйтіп осында 1 жыл жұмыс жасады. Осы концепцияның шеңберінде жетекшісі болып. 1 жылдан кейін енді біз мәселені шешіп, арға жалғастырмайтын болып шешкеннен кейін ол кісі Алматыға кетіп, Алматыдан қазақ-жапон мектебін ашты. Бірақ прям мектептің аты қазақ-жапон мектебі, и іші 100%, яғни басынан бастап жапон концепциясына негізделген. Бағанағы жоғарыда айтқан бүкіл мәселелер қамтылған. Ол жақта басқаша жүрді. Енді жаңағы сіздің сұрағыңыздың тағы бір осы жерде жауабы шығатын секілді, бәлкім оған дейін біз контингентті дұрыс емес жинап қойғанда, бәлкім. И соның қиындығында. Ал ол жерде нөлден бастағаннан кейін ана жақта жүргізу жеңілдей бастады. Алматыға бір барсаңыздар, ол мектепті көруге болады. Ақылы мектеп өте қымбат тұрады және адам барып жатыр ол жаққа и оқып жатыр да. Сондықтан ол жерде кіре берісінде сен жапондық нелерін көресің, андай дизайнын көресің да, былайша айтқан кезде. Сондықтан сол нәрсенің барлығына мән берген кезде ол құндылықтарды енгізуді адам уже миымен дайын болып келді да. Соған айтайын деген нәрсем, бұл жерде қаражаты бар, басқа бар, көп мәселе бар, бірақ оны қолданатын адамдардың миы дайын болмаса да бұл нәрсені жүзеге асыру оңайлыққа соқпайды негізінде. Яғни сіздерде адаптация уақыты болмады айтқан кезде, өйткені жай мектеп деген секілді немесе осы бір ақылы мектеп, мемлекет мектеп қарағанда дұрыс оқытады деген секілді аудитория ана сегментацияны қабылдай алмады Жапонияның форматы. Мысалы, Жапонияның lesson study деген несі бар, методикасы бар, сол Жапонияда пайда болған. Ол енді мынау бизнестегі кайдзенмен бірдей дүние, негізінде өте керемет дүние. Бірақ сен ол lesson study'ді енгізу үшін бана жоғарыдағы айтқан құндылықтар бірінші ену керек та. Оның бір орысша айтқан кезде почвасы қалыптасу керек. Соның үстіне сен методиканы отырғызасың да. Бізде қазір ешқандай почва жоқ, үстіне методиканы отырғызуға тырысып жатыр да негізінде. Сондықтан біз осы нәрсені істегіміз келді. Бірақ әлі 100% жоғалып кетті деген нәрсе жоқ. Ол нәрсе кез келген уақытта, ол тәжірибе тұр ғой ең бастысы бізде. Тәжірибені кез келген уақытта қайтадан ашып гүлдендіруге болады. Екінші бір мектеп ретінде мүмкін. Егер мен осы тұрғыда тіпті айтқым келіп отыр, көрермендер арасында болса, осы концепция жайлы толығырақ бүге-шүгесіне дейін біліп, осы мектепті қайтадан ашайық, біз табандылық көрсетеміз, қаржылай былайша айтқан жағдай жасаймыз деген кәсіпкерлер болса, бұл идеяны жүзеге асыру біздің жалпы ұлт ретінде үлкен жақсылықтарға алып келеді деген ойдамын. Осында сұрақ бар, екеуіңізге де сұрақ. Неш бізде қай мемлекеттің бағдарламасымен дайындайды? Британия, КТЛ-ді түсінікті. Құндылықтары тек қана. А так европейский ғой тогда тоже. Негізінен стандарт. Енді бізге маңызды құндылық. Бұның соңы немен аяқталады? Біріміз келіп қазақ-жапон ашатын болса, біріміз келіп бағанағы түріктермен, британиялық жүйемен. Бұл нәрсе ертең жастар арасындағы білім қақтығысына алып келмей ме? Или құндылықтардың қақтығысына алып келмей ме деген сұрақ. Конфликт интересов. Орыс идеологиясы онсыз да бар бізде жүріп жатыр. Жай мектептердің өздерінде толық ұлттық мектеп, ұлттық қазақ форматындағы мектептердің өзінде де ол идеология бар. Сұрақ былай да, сіздер оны жандандырып жатсыздар. Британиялық жүйе болсын, басқа нәрсе болсын. Сізде ойыңыз болған жоқ па? Барлық нәрсенің жақсы жақтарын алып, қазақы бір ұғымдағы мектеп форматын ашуға байланысты да. Бәлки біз кәсіпкерлерді соған былай жұмылдырсақ, мүмкін біз өзіміздің бір идеологиялық бір форматты жасап шығармыз, мүмкін. Деген сияқты сұрақ туындайды да. Өйткені бұл нәрсенің соңғы қай жаққа апаратыны бізге түсініксіз да, және бізді көп алаңдататын мәселе де осы деп ойлаймын. 10 жылдан кейін білмеймін қалай болатынын. Өйткені әр мектеп өзінің идеологиясымен жастарды тәрбиелеп шығарып жатыр.
соңында олар не беретінін түсініксіз секілді. Былай ғой, егер бізге қазақтың өзінің көлігін ойлап табу керек болатын болса, бірақ әлі басталмаған болса, біз бірінші басқа мемлекеттегі бар көліктердің қалай жасалатынын үйренуіміз керек та. Солардың ішінен біздің қазақтың менталитетіне келетіндей көлік жасап шығару үшін уақыт керек. Сол секілді мынау қазақ білім беру жүйесін неге қалыптастырамыз деген сұрақ, ол жек бізге қызық емес, ол көп адам бұл нәрсені ойланып жатыр да. Бірақ қайсысын, қай жерлерінен аламыз деген нәрсені түсіну үшін эксперименттер керек та. Мынау қазақ-жапон концепциясы сол үшін өте маңызды деп есептедік. Дұрыс қой, мысалы жаңағы нештода зерттеуге енді қанша ақша бөлінді ғой деймін да. Біз неге сол өзіміздің тарихи құндылықтарымызды зерттеуге байланысты одан бір методика шығармаймыз деп отырмын да. Мысалы қанша қаражаттар жұмсалып, сіз қазір өте глобалды мәселе қозғап отырсыз. Глобалды мәселе деп ойламаймын. Біздің патриотизм жай ғана бір кәсіпкерліктің көрінісі секілді, бағана УТП дейміз ғой енді, жарнамалық бір офферіміздің ғана айналасында қалып кеткен секілді да. Бірақ негізгі шынайы жанашыр, сіз айтып жатсыз, жапондармен біздің ұқсастығымыз көп деген секілді нәрсе. Ұқсастықтарды зерттеп тауып жатырмыз да. Біз өзіміздің құндылықтарымызды алып келіп, соны бір жақсы деңгейде жұмылдырсақ мүмкін деп ойлаппын. Мен субъективті ойым, бізде соғыс көп болды. Бізде тәуелсіздік болған жоқ. Бізге білім жүйесі, ол сіз айтып жатқан дүние, ол жай ғана бүйтіп құра салатын дүние емес та. Білім жүйесін құру деген Британия оны 300 жылдап ойланған, Жапония оны 500 жылдап ойланған, қалыптастырған, былайша айтқан кезде. Сол секілді бізде уақыт болған жоқ қой, ол нәрсені қалыптастыруға. Қараңыз, мен бірақ бұған келіспеймін. Тақырыпқа тұздық ретінде мен мына нәрсені айтайын. Бізде бір қор болды, Өзен қайырымдылық қоры деген. Біз оның жаңағы концепциясын жасау жолында дизайндарын, видеоларын түсіруге атсалыстық команда ретінде. Бір қызық айтайын, сол кісілер осы білім жүйесін дамыту туралы да өздерінің 6 бағыты бар, соның бір бағыт ретінде көрсеткен. Қазақ жастарына білім беру. Қалай жасады білесіздер ма? Өте оңай. Бұрын қазақтарда мектеп болды ма? Болды ма бізде мектеп? Болған жоқ. Болған жоқ. Мектептің орнын не атқарды? Медресе атқарды. И олар жаңа заманғы концепциядағы медресені жасайық деп идеологиясын көрсетті. Мен презентациясын көрдім. Өте жақсы. Бұрын, математика болсын, басқа да пәндерді медресенің аясында оқытты. Үлкен нәрсе, тәрбиені беру бірінші орында тұрып, білімді кейінге қойды. Енді жаңа Әл-Фарабидің кезінен жақсы бір қанат сөздер бар ғой, тәрбиесіз білім адамзаттың қашауы деген секілді. Осы идеологияны былай айтқан форматында олар дамытты. Давай біз деді, белгілі бір медресе форматын жасайық, сол жерде физиканы оқытайық, сол жерде ана нәрсені жасайық, және ұлттық құндылықтарымызға негізделген дәстүрлі діни бағытта да сол нәрселерді берейік. Сонда біз қоғамға дені дұрыс, жақсы, жоғары деңгейде ойлай алатын азаматтарды шығарамыз деді. Осы секілді зерттей алатын болсақ, біздің де біраз концепцияларымыз шығатын шығар деп ойлаймын. Шетелге бірде-бір рет енді шықпаған Абайдың өзінде сондай ұлы философия қалды. Енді кез келген әдеби ақын жазушыларды болсын, қоғам қайраткерлерін болсын оқысаңыздар, міндетті түрде айтатын нәрселері медреседе білім алған деген секілді нәрсе бар ғой. Бәлки біз кейбір идеологиялық мәселелерді дұрыс деңгейде зерттей алып, оны концепция ретінде енгізуге болатын шығар. Қазақы депті, қазақ ұғымда деген секілді. Ол зерттелетін нәрсе. Ол зерттелетін нәрсе, әртүрлі методикалар жасау керек, педагогикалық көзқарас тұрғысынан қараған кезде. Енді оны сіз жалпы жұртқа айта алмайсыз ғой, біз медресе жасаймыз деп. Немесе мынандай көзқарасты қалыптастырамыз. Егер біз қазір медресе деп айтатын болсақ, Жапония сияқты міндетті түрде қарсы шығады. Бұл жерде былайда, бұл халықтық идеологиямен жұмыста сәл атауын өзгерту керек сияқты. Форматын өзгерту керек та. Бірақ сол идеология жүре береді, форматы өзгереді да, атауы. Менде бір ой бар бұл жерге байланысты. Негізі жаңағы любой дұрыс нәрсені жасайтын кезде бір кезеңдер болады да. Жаңағы айтқандай мақсат бар ғой, осындай болу керек. Бірақ ол мақсатқа жету үшін көп факторлар керек та. Қарапайым мысал айтайық, барлығы тамақ жейді, бірақ барлығы жаңағыдай қазақша кухня деген
практически жоқ еді. Ең бірінші Қазақстан егемендік алған кезде жаңағыдай восточный кухня пайда болды. Анау болды, мынау болды, үйтті, бүйтті, жаңағы мизан пайда болды, каусар пайда болды. Шынымен, Алматыда Науат бар. Көптеген нелер келді, жаңағы восточный. И соңында эволюциялық тұрғыда пайда болады сандық. И тары. И сен ояққа барасың, көресің, міне вот енді уже бұл енді бізге ұқсайды деген сен көресің да. Сен уже о жақта жаңағыдай ұйғырлардың тамағының жоқтығын көресің, узбекский кухняның жоқтығын көресің, дунгангский кухняның жоқтығын көресің, и уже сен дейсің да. Бірақ енді соның идеясына жету үшін көп уақыт кетті, 30 жыл уақыт кетті. И еще ол жаққа мықты адамдар келді. Сол сияқты жаңағы біз айтып отқан қазақ мектебі концепциясы пайда болу үшін мүмкін 2 жыл керек, мүмкін 40 жыл керек, мүмкін 5 жыл керек. Бірақ ол уақыт керек та, ол точно бүгін ертең шықпайды ол концепция. И ол концепцияға келу үшін көптеген концепцияларды қазақтар көру керек. И сол арқылы сен мынау бізге лайықты, мынау лайықты емес, мына нәрсені алып тастайық, мына нәрсені қалдырайық деп біз соңында келеміз. И возможно біздің немерелеріміз, немесе шөберелеріміз уже жаңағыдай қазақтың мектебінде оқиды кәдімгідей, бірақ ол да өте қиын. Өйткені біздің мына оң жағымызда Қытай, сол жағымда орыстар, и ол екі ел өзінің идеологиясын бұл жаққа сала береді. Ол пока осы не бойынша сала береді. И возможно даже біз ешқашан таза қазақи концепциялық мектепті ашпауымыз да мүмкін. Возможно, да. Өйткені олар просто қарап отырмайды біздің дамығанымызға қарап, осылар мықты болып кетсінші, күшті болып кетсінші деп олар күтіп отырмайды бізді. Олар өзінің адамдарын жібереді, идеологиясын енгізеді, билікке мықты өзінің идеологиясын ұстайтын адамдар жібереді. И әртүрлі жолдармен сені басқа жолға жіберіп отырады. И скорее всего ол массовый халыққа ол сенің жаңағы жасап жатқан дүниең ол бармайды. Мысалы даже Оралхан мырза айтып отыр ғой, вроде дамыған мемлекет, күшті мемлекет, топ держава, ядерная держава, дұрыс па? Или ядерная емес па? Ну, большая восьмерка кіреді, по-моему, ну вот Японияның өзі авторитетін мемлекеттің өзінің білім жүйесін просто Шымкент қаласы қабылдауға дайын емес. Үлкен мегаполис. Эксперименттің шықпағанның өзі негізі нәтиже ғой. Ол дұрыс қой. Ол да экшн ресерч қой. Оның өзі менің ойымша ол серпін ғой. Енді қазір естіп жатырмын, бином деген мектеп бар, үлкен. Сол бином мектебі жалпылама, енді ол былайша айтқанда желі ғой, мектептер желісі, осы жапон концепциясын енгізеді деген бір хабар естідік. Ол енді үлкен масштабта. Сондықтан кішкентай идеядан пайда болған дүние ол басқа бір жарқын мектепке айналды. Ол мектеп енді жалпы үлкен желілерде жасалайын деп отыр да. Ол эксперимент деген солай жасалады да, ақырындап келеді. Бәрібір бір күндердің күнде, мен ойлаймын, ұлт ретінде ол нәрсені халық түсінеді. Біздің негізгі бұрынғы ДНК-мызда бар нәрселерді қайтып оятпайынша бізден жарқын болашақ ұрпақтың шығуы қиын деген дүниені ертелі кеш бәрі түсінеді деп ойлаймын халық. Сондықтан жаңағы жапон концепциясында ұру бар ғой, ұру қамшымен ұрушы. Бұл идеологияның кім ұсынды? Жапон концепциясын ба? Енді жалпы бұрыннан көптен бері айтылып келе жатқан дүние ғой. Бірақ нақты осы мектепте енгізуді әрине сол мектептің негізін қалаушы үлкен ағамыз, осы халық қалаулысы. Ол өзі зерттеп көрген ба? Оған қайраткері. Енді махаббаттан пайда болған ғой. Осы Жапонияда болған, біраз зерттеп көрген. Енді білім саласын зерттемесе де жалпы ұлт ретінде зерттеп, біздің халыққа келетін тұстары көп екен деген үлкен махаббат сенімнен пайда болғанда, соны осындай бір мектеп ашсам, осы жерге енгізем деген үлкен мақсатпен басталған дүние. Менде бір сұрақ, ол Жапонияда жаңағыдай ұлдарға арналған мектептер, қыздарға арналған мектептер деген бар ма? Жоқ, ол жақта, қыздар, ұлдар бірге оқытылады. Бірге оқытылады, Англиядағы сияқты бөлек оқытылмайды, Жоқ. Мүмкін ол жаңа кісінің өзімен сөйлесу керек сияқты. Жаңа кісінің өзі де болса, бәлки сұрақтар получается, ол кісі именно сізді шақырған кезде сол идеяны айтып шақырды ғой, сонда, просто так бүйтіп осы идеологияны енгізейікші деген секілді. Енді қарыз, ол білім саласының маманы емес қой. Ол білім саласының маманы емес, ол қоғам қайраткері деп айтамыз ғой. Ол жалпылама түсінеді керек дүние екенін, бірақ білімде қалай жүзеге асыру керек екенін уже мамандар керек. Білмеді, оны бірақ сізге берді. В принципе, болды, по идее.